Бәріне сәлем, эфирде жұлдызды жаңалықтар айдары. Сіздермен мен Жұлдыз Жәнібек, біз бастаймыз. Махаббат жасқа қарамайды. Дубайда Эйзи мен Ерке Есмахан бірге қол ұстасып жүр. Осыған дейін екі жастың жақын қарым-қатынаста екені жиі айтылып жүрді. Жанкүйерлері екеуін бірге Дубайда демалып жүргенін көрген екен. Жігіттер, мына Зак пен Ерке Есмахан кездесіп жатыр ма дегенге шын ба шын емес па деп сұрайтын болсаңыздар, міне сіздерге факт дәлел Зак және Ерке Есмахан. Эйзи, брат, селфи түсіре ма? Алмай ма? Давай. Айта кетейік, Азамат 27-де, Ерке 36 жаста. Аралары 9 жас болса да байқалмайтын сияқты ма? Қалай? Бұған тегенше байсыз қалған мың есе артық, әлде бұл хайп па? Тапқан екен жігітті. Главное бақытты ғой. Осы әншілерге мода ма, өзінен кіші жігіттерге тұрмысқа шығу? Не дейміз, бақытты болсын? Сеймо лақап атымен танымал қазақстандық рэп орындаушы Мөлдір Есенбек Шәріп Серікпен ресми түрде ажырасты. Бой жеткен желі парақшасында оқырмандарына ажырасу туралы куәлікті көрсетті. Еске салсақ, бұған дейін Сеймо енесінің тыныштық бермей жүргенін айтып, ажырасқалы жатқанына көпшілік мәлімдеген еді. Шәріп екеуміз бір-бірімізді жақсы көрсек те, мұндай адам барда біз ұзаққа бармаймыз. Өкінішті деген еді ол Инстаграм желісінде. Сонда жақсы көрген қайда? Ененің мінезіне көнсе басылады ғой? Шәріп, осы қызды қалай әйелдікке алдың? Саған қарапайым, тәрбиелі, өнерден алысшан керек. Ажырасты, қосылды деп не керек? Әркімнің өз шаруасы ғой? Достар, белсенділік үшін қойып жатқан үлпілдеріңіз, жазып жатқан ой пікірлеріңіз үшін рахмет айтуға шаршамаймыз. Жақында шыққан жаңа видеодан үзінді дәл қазір. Дженнифер Лопес. И любовью ты это не назовешь. Просто обычный друг. На дискотеке. На самом деле, ты не с подружками гуляешь. Жить, наслаждаться жизнью. Тиктокеры? Да. Детям, наверное, еще рано знать. Міндетті түрде видеоны толығымен қарап, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егер де сіз балаңызбен бірге қазақ тілінде қызықты сұрақтарға жауап беріп, жобамызда қатысқыңыз келсе, Ақсана Инфо Инстаграм парақшасына немесе төменге жазыңыз. Жазып жатқан ойларыңыз үшін де көп рахмет. Идея шикарная, очень правильный проект. Дети и родители должны знать друг друга. А команде спасибо за такой контент. Жас ерекшеліктерін әр түрлі қылдырып түсіргендері де дұрыс. Әр жастағы балалар бір сұрақтарын өзіне өздерінше қызықты қылып жауап береді. Қызықты. Белгілі блогер Қадырбаев 25-30 миллион тұратын су жаңа автокөлік сатып алды. Бұл әрбір адамның өмірінде үлкен қуаныш. Баршамызға жұғысты болсын. Айтарым, баршаңызға жұғысты болсын. Ең бастысы бас. Ой, жездекен баста кетті, көрдім. Ой, деу. Дайындап келдім. Точно? Андай бар ғой, әр жерге қоятын. Ой. Мына вип қазақ деген осы ғой. Мен емес вип қазақ деген. Ой. Мен де осындай болғым келеді. Сатып алса алсын, оның бізге не керегі соншама жария етіп деп көре алмай жатсан, я? Гифтің пайдасы рахат дейм. 30 миллион таба салады. Құтты болсын, бізге бұйырсынш. Бүгінде TikTok желісі алда келе жатыр десем, қателеспейтін шығармын. Біздің эстрада жұлдыздары да қалыспауда. Жания мен күйеуі Данияр екеуі түсірген TikTok видеосын халық сынға алды. Басқаларға ақша жетіспей жатса, кейбіреулері ақшаны шашып, одан көйлек жасап жүр дейді желі қолданушылары. Адам өзі нанға ақша таппай отырса, ақшаның қадірін білмейтіндерге береді негізі. Ақшадан киім кимесе де, киім алуға жетсе деп жүргендер қаншама. Өтірік ақша шығар, қайдан білесіңдер? Не болды соншама? Отандық танымал тележүргізуші Анна Данченко желіде сүйіктісінің көлігін көрсетемін деп ел арасында қызу талқы тудырды. Желідегілер оның бұл әрекетіне қатысты екі түрлі пікір білдірді. Бірі оған тәнті болса, енді бірі оны сүйіктісінің қымбат көлігімен мақтанады деп сынға алды. Мақтанбасам болатын еді ғой, не болды соншама? Сенің қасында бұл машина тұрмайды ғой, Анна ханым. Тамаша.
Аня, сіз лайықсыз. Сізге де осындай көлік керек енді. Құтты болсын. Бүгінге осы арнамызға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ой пікірлеріңізді күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.